Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге 3 ақ заттан тұратын табиғи, витаминге толы және қолжетімді бағада йогурт жасап көрсетемін. Дүкеннің йогуртынан кем емес. Бізге осындай творожный десерт керек. 2 алманың керек емес жерлерін алып, 4 бұрыш етіп турап саламыз. Енді бөлме температурасында сүтті құямыз. Блендермен жақсылап бір келкі маста болғанша араластырамыз. Холодильникке 1 күнге сақтауға болады. Көп тұрмау керек, өйткені құрамында сүтті өнім болған соң тез бұзылады. Қатты қоюды емес, сұйық та емес, орташа маста болып шығады. Біздің йогуртымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліңіздер.